Аясыл видео студиясы ұсынады. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін.
Рахмет. Тағы да ассалаумағалейкум сәлемдердер, қайырлы кеш. Құрметті мейманды қонақтарымыз, сыртта жүрген барша қонақтарды ішке қарай шақырайық, дастархан басына жайғасайық. Сағатты 7 деп шақырған қонақтарымыз өз уақытында 8-де бастайды деп жатырмыз. Жоғары жақтағы нөмірі 1-ші, 2-ші дастархан басына барша әулетіміздің үлкендері. Келіңіздер. Жақайым әулетінің үлкендері нөмірі 1-ші, 2-ші дастархан басына жайғасайық. 3-ші дастархан басына осы әулеттен бұрыннан қыз алысып қыз беріскен байырғы құдаларымыз 3-ге жайғасайық. 4-ші дастархан басына барша ұжымдастар қауымы, темір жол ұжымы 4-ге жайғасайық. 5-ші дастархан басына Жақайым әулетінің жастары 6-ші дастархан басына көршілер 7 мен 8 нағашы жиендер қауымы 7 мен 8-ге нағашы жиендер 9 мен 10-ға 61 мен 65-тер бүгінгі тойымыздың көтеретін 61 мен 65-тер жайғасайық. 11-ге бөле жиендеріміз 12-ге Абай ағамыздың барша достары 13-ге Тарабектің достары тағы да бір қайран өтейін. Қаланма қабырға бізді сүйген. Стол қасына көрсіздер. 1 мен 2-ге әулетіміздің үлкендері, 3-ге құда-құдағилар, 4-ге ұжымдастар, 5-ге Жақайым жастары, 6-ға құдай қосқан көршілер, 7 мен 8-ге нағашы жиендер қауымы, 9 мен 10-ға 61-65-тер, 11-ге бөле жиендер, 12-ге Абай ағамыздың достары, 13-ге Тарабектің достары. Тағы айталайын ба? Бір мен 2-ге әулетіміздің үлкендері, 2-ге құда-құдағилар, 3-ге құда-құдағилар, 4-ге темір жол ұжымы, 5-ге Жақайым жастары, 6-ға көршілер, 7 мен 8-ге нағашы жиендер, 9 мен 10-ға 61-65-тер, 11-ге бөле жиендер, 12-ге Абай ағамыздың достары, 13-ге Тарабектің достары. Енді құрметті аға, мен төменде отырдым, жоғарыда отырдым деген болмасын, баршаңызға бірдей жайған қыздарға бүгінгі Қажырбай көкемен Гүлнар ағамды сыйпап берген мейманды қонақтар қай жерде қосылып алыңдар, сол жерге жайғасайық. Müslüm meyranxonasida tishchiliklar qalsin, ozroq studiyasi qalsin, asaba qalsin, qolganini jayqasaylik. Namaskar.
ассалаумағалейкум, сәлемдер, қайырлы кеш, құрметті тойшыл қауым. Бүгінгі міне әкеміздің мерейлі 63 жасына қош келдіңіздер, ағайын. Рахмет. Қанжарбай көкемді сыйлап бергендер қол соғайықшы. Рахмет. Қанжарбай көкемді алдышы сыйлап бергендер бар ма? Чонда пастыразиктің ағайын. Қанжарбай көкемді сыйлап бергендер бар ма? Рахмет. Гүлнар анамды сыйлап бергендерді көрейік ағайын. Рахмет. Абай мен Панабекті сыйлап бергендер бар ма? Рахмет. Енді құрметті ағайын, баршамыз орнымызға отырайық. Қазір бүгінгі той иелері өте ерекше құрметпен шығатын болады. Баршамыз ортамыздағы LED экранға назар аударайық. Қанжарбек па? Қанжарбай екі біреу келеді, жарқылдай қаласың. Ал баршамыз LED экранға назар аударайық. Бір әкенің жетсе де бір құшағы, әр балаға болашақ жол ашады. Отбасы бұл кішкентай мемлекет, құрмет. Ал сіздер қол соқпасаңыздар шықпайым деп жатыр ағайын. Сіздер қол соқпасаңыздар шықпайым деп жатыр. Ерекше қошеметтейік, қол соғайық ағайын. Той қуаныш құтты болсын баршаларыңызға. Бүгінгі әкемізді айрықша қошеметпен қарсы алайық ағайын. Ал, той құтты болсын баршаларыңызға. Келіңіз көке. Айқай шу айқай! Бір әкенің жетсе де бір құшағы, әр балаға болашақ жол ашады. Отбасы бұл кішкентай мемлекет, құрметпенен ынтымақтың мол ошағы. Отбасым деп мойымен тіктеп бойын, әке басы ал ана болар мойын. Бір әулеттің ең биік асқар тауы жасап жатыр бүгінде зейнет тойын. Жақсылық тұнып тұрған тола жаны, қара терең жерінде тамған қаны. Бір жылдары ұл келіп қуаныпты сол ауылда батығыл шаңырағы. Қонақтан арылмайтын үйі толы, бос болмас еңбектеніп екі қолы. Жырлаймын ұлы қауым бүгін сізге, Қанжарбек әкеміздің өмір жолы. Сенің салған шоқ жолы ол жануда, бір сөзі жеткілікті құп алуға. Қазалыда жұмыс істеп темір жолда, ғашық болды отау құрып бір ауылға. Шын саламыз, ізіңменен адаспай біз барамыз. Ортамызда сол ару баяғыдай, жарқыраған гүлдардай мәрт анамыз. Темірдей тәртібіңнен шыға алмаймын, сол үшін де жаманды қыла алмаймын. Мен абаймын, ұлыңмын, тұңғыш сенің, ал сен биік асқарсың, мұқалмайды. Бақыт бізге күлімдеп жүрісіңіз, сіз барда қалылмайды тынысыңыз. Панабек пен жаралған осы ауыттан аман болшы сақтылмас барысыңыз. Жақсыға жанын берер батылысы, төрден орнын сыйлайтын үлкен кіші. Сәлем бердім келіннің Гүлназ атты, нар әкеміз әулеттің ақылшысы. Сәлем бердім баршаға салып жырын, гүлшаттай келінімнің таппас тыным. Біз үшін сіз қалғансыз қорған болған, ұлттың тереңіндей мол қадірін. Көзің мәді құламайды керегім, батай менен үлкендегін көгерем. Ай сайырдай әдек олауын қызымын, тұңғыш сенің ыстық болған үйірім. Мақтағаныз танылып келе ісіне, тең келмес ешкім қолдай бейнесіне. Үзі үшін еш татылмайды адамның есірсінген жүйесіне. Қол соқтырып ағайын болса, қол соға
балам деп қалай үлгі айтасыз-ау. Осындай әкең барда сен бүтінсің, әкеңдей бол, ертең сенде құрдасым-ау. Биіктен еш түспесін ой санаңыз, біз сізден талай үлгі аламыз. Досымның ұлы әке Асқар Тауы, екі емес, талай бар сіздің көп балаңыз. Бүгінгі той иелеріне ерекше шапалақ болсын ағайын. Той құтты болсын. Рахмет. Ал, бүгінгі тәте қуаныштарыңыз құтты болсын. Мына ұлықпанда ұрпағымен мон жасаған ғой, осындай керемет ұрпақтарыңызды мон жасаңыздар, әрқашан шаңырақтарыңызда той болсын, қуаныш болсын. Сіздерге айтатын бірақ нәрсе, Аллах Тағала сіздердің отбасыларыңызды тілімізден сақтасын деп тілейміз. Тойға құтты болсын. Ал, келіңіздер. Керемет әкеміздің қуанышы, анамыздың қуанышы, мықты зілталарымыз бүйіп шыққанша. Міне, әкеміз бен анамыздың қуанышын балдары, қыздары, немерелері, келіндері, баршасы міне осындай қылып, ұлан-ғасырға той жасап беріп жатыр. Той құтты болсын. Ал, қараймыз, келіңіздер, суретке түсіп алайық. Бүгінгі күннен естелік, ертеңгі күнгі тарих қой. Баршамыз фотоға түсіп аламыз. Ал. Мына ортамызда бүгінгі анамыздың құшағына гүлдер сыймай жатыр ма, Құдайға шүкір. Әрқашан құшақтарыңыз гүлге толы болсын. О, гүлдер дейміз. Ал, келіңіздер, баршамыз жайға сыйлайық, көке келіңіздер. Тәте келіңіздер, гүлдерді ала тұрайық келіндері. Барша гүлдерді ала тұрайық, келіңіз, көке. Тәте келіңіз. Гүлдер тәте, келіңіздер. Міне, Құдайға шүкір ағайын. Бүгін міне барша ағайын тума-туыстың басын қосып, ұлан асырға той жасап жатқан бүгінгі әкеміз бен анамыз ағайын. Тойға құтты болсын көке сіздерге де. Тойларыңыз той боласын. Жаңа айтып өткендей ұлықпанда ұрпағымен мон жасаған ғой. Осындай керемет, бақытты отбасы, ең әдемі отбасы, ағайын тума-туысқа сыйлы отбасы, жақайымның ортасында ең сыйлы отбасы, нағашыларға бақытты отбасы. Қол соқпасаңыз айта берем маған бәрібір. Мына ұжымдастарға өте сыйлы отбасы, дұрыс па? Бір қол соқпай қошеметтейік ағайын. Рахмет. Мына Қанжарбек көкем той жасайын десе, 1000 адамның басын қосып той жасай алады, Құдайға шүкір. Сол 1000 адамның арасында спискеде аман қалған сіздер, бүгінгі тойымызды нұр қылайық, жыр қылайық, Қазалы қаласында болмаған Қанжарбек көкеміздің туылған күні қылайық ағайын. Баршамыз атсалысып отырайық. Енді бұл жерде сіздерге бір қызық нәрсе болып тұр ағайындар. Өте қызық нәрсе, сіздің қуанышыңызға бір мейманды жандар келді. Бірақ мен танымаймын ол кісілерді. Сіздер танисыздар ма, танымайсыздар ма білмеймін. Міне артымызда керемет қуаныш. Кім деп ойлайсыз көке? Примерно. Кім? Примерно былай ойлап көріңізші. Осылай болып қалады-ау деген. Менің бауырларым, жолдастарым бәрі осы жерде енді. Оны кім екен? Біреу бар сияқты что-то. Мына жерде маска шоу болайын тұр ғой не болса да. Кім? Гүлжайна. Ол емес пе? Гүлжайна апамыз. Менің ойымша Айгүл сияқты. Гүлсара дейді.
Torunlarımızı жүріп отырып кәдімгідей. Келіңіз мына. Bir биік өзі алmış, бейне қарап тарих шығар мүмкін. Бұрын соңында бейті кім билейді деп достарымыз. Кім билейді дейді? Гүлбашын дейді. Ол емес қой, я? Гүлбашын емес қой. Ол емес. Бұл кісі, подсказка болсын. Кеш келдіңіздер, қош келдіңіздер. Келіңіздер, жайғасып алайық. Халықтан сұрайық алып. Осы қонжықты тапқан адамға керемет призіміз бар. Кім біледі? Гүлсара дейді. Ол емес қой, я? Гүлсара емессің дейді. Кім біледі? Аман білейді, болмас ома? Кім дейді? Сіздерге подсказка болсын. 750 километр артқа тастап келіп тұр бұл кісі. 750 километрді. Кім? Кім? Аман кім? Құдағай? Кім деді? Гүлназдың мамасы дейді, Астрадан келген. Ана кісі вообще қармайды бұл кісі. Кім біледі? Подарка беремін. Кім ойларыңдар? Тапқан адамға приз. 750 километрді артқа тастаған. Амангүл дейді, сол ма? Амангүл апам. Ол емес. Кім? Амангүл қай қала? Ақтөбеден келген Амангүл әкем дейді. Осылай қошеметтейміз, нағашылар! Бұл кісі келгенде 4 сағат болып, бірақ киімді киіп алып жүрді. Паркке барып ақша істеп қайтты, фотоға түсіп. Кім тапқан? Келіңіз, біреуіңіз келіңіздер енді. Қосыға қошеметтейміз. Ал, баршамыз жайғасындар бірі ерекше сюрпризбен келіп, бүгінгі ортамызға әкеміз бен анамызға сюрприз болып келіп жатқан Ақтөбе қаласынан келген Амангүл апамызға бір қол соғып қояйық ағайын. Той құтты болсын, қуанышты болсын. Көке келіңіз. О, міне шашуымен келген. Рахмет. Қате жаймай шашшаны, қатты тиіп басқа. Жаймен. Бұны басы жаман алыңыз. О, керемет шашуымен келген Ақтөбе қаласының шашуы қабылдаңыздар. Енді құрметті ағайындар, балдарымыздың барлығын алдымызға ұстап отырайық. Мына мәжілісте қазір билейді, мейманды қонақтарымыздың балдарымызға бір жер тиіп кетіп жүрмесін, балдарымызды ұстап отырайық. Көкеміз бен анамызды ортаға қарай шақырайық, келіңіздер. Енді бүгінгі тойымыздың алғашқы тілегі, алғашқы батасы болсын ағайын. Сыйласаңдар кәрімді, Алла сыйлар бәріңді деген. Қарты бар елдің қазынасы бар деген ағайын. Жоғары дастархан басында отырған барша Жақайым әулетінің үлкендерін ортаға қарай шақырайық. Бүгінгі алғашқы тілек, алғашқы бата өздеріңізден болсын ағайын. Жақайым әулетінің барша үлкендері. Нөмірі 1-ші, 2-ші дастархан басында отырған әулетіміздің үлкендерін шақырайық. Ал, келіңіздер.
Gülnara kengişi berme qarayın. Al, hürmetli avletimizin ülkenleri, toy maaşlarınız mutlu olsun, toylarınız toy olasın. Mine mekege meymanı konaklarımızın barlığına жұмысты olsun. Жақайында жасай берсін деп бір болсын қояйық. Ал, енді құрметті кішкене сабыр сақтайық. Бүгінгі тойымыздың алғашқы тілегі, алғашқы батасы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал. Құрметті тойшы қауым, қадірлі Қанжар, Бұлайгілдер, жаңа айтып жатқандай, Жақайымның Жамансары ұрпағы Батырлықтың әулетінде өткен той болып жатыр. Бұл тойдың ерекшелігі сол, қазірдің бірі еліп кешіріп жатады. Біреу 50-ге, біреу 60-қа. Бірақ енді осы әулеттен осы өзінше елге шығып, жеткен алдындағы ағалардың бәрі өмірден өткен адам жоқ еді. Бүгін мінеке Құдайға шүкір дейміз. Атығұлттар әулетінде мінеке Қанжар бүгін осы 8 жастан жетіп жатыр. Бүгін енді осы салтанат кешке өзінің жүре жұмыстарын, ағайын туғандарын, қанша жыл бірге жұмыс істеген жұмыстастарын шақырып, үлкен той салтанатын жасап жатыр. Біріншіден мына той құтты болсын ойлаймын. Бәрімді 60 жыл кеңінен келіп, 8 жасында. Бірақ оны қалай жетті? Қандай жағдайда жетті? Ол бір тарих. Міне бүгін Қанжар бір жерде, бір мекемеде жұмыс істеп, пайғамбар жасап жетіп, үлкен қошемет пен құрметпен жетке шығып жатыр. Ол үлкен отбасы үшін, әулет үшін үлкен қуаныш. Жаңа айтып кеттім, осының алдындағы ағалары бұл қуанышқа жете алған жоқ. Енді Қанжар мен Гүлнар осы күнге шүкіршілік етеміз, балаларын ер жеткізіп, қолды ұяға, қызды ұяға қондық дегендей әулетке үлкен басшы болып, мінеке үйге құрметке бөлініп жетіп жатыр. Сондықтан да бүгінгі қатысып отырған барша қауымды осы мерейтойымен, Қанжардың, Гүлнардың мерейтойымен құттықтап, зор денсаулық айлайын. Аманшылық әулетіңе үлкен жақсылықтар, қуаныштар тілейміз. Аға болу оңай емес. Енді зейнетке шыққаннан кейін үлкен әулеттің басшысы да тілегі де өзің Қанжар. Жаңа айтып жатқандай жұмыс-жұмысты осы уақытқа шейін келдік. Енді ағайын туғанмен араласатын, үлкенге әне болатын, кішіге аға болатын жасқа жетіп, мінекей осы құрметке жетіп жатсын. Сондықтан да мынау ағалық құрметің ары қарай нығая берсін. Енді сен мінекей Батырлықтар әулетіндегі ең үлкен басшы сен, соның тірегі сен. Сондықтан да осы абыройлы қызметінде де жақсы жағдайда алып жеткен ойдамыз. Мен Гүлнар екеуіне айналайындар. Осындай жақсылық дейміз, қуаныш дейміз. Бүгін енді жан-жақтан мінекей біздің ағайын туыстар жиналып отыр. Осында мінекей Қызылжардан, Аралдан, осы жердегі ағайындар, басқа да жан-жақтан ағайын туғандар келіп, саған үлкен қошемет құрмет жасап жатыр.
осы құрметке өнене бер. Әр кезде біз сендіқан тілектеспіз. Мына балаларың үлкен ержетті деген құдайға шүкір қазір жұмыс жасап жүрген. Осы балдардың кем отырып, екеуін қызығын көріңдер, емір шөберлерді қызығын көріңдер. Әлі тойлар алдымызда көп. Алла тағала осы тойларын тойғыласа берсін. Той тағына құтты болсын. Барша қауым тойды ашық деп жариялаймыз. Той бәрімізге ортақ, сонда да бүгін бәріңізді өз өнерлеріңізді көрсетіп, тойдың жақсы өтуіне атсалысады деген ойдамын. Тағы да айтамын, тойларыңыз құтты болсын. Енді біз қайда шыға бермейік. Қазір енді ішіне сый құрметіміз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Бірінші қарымыздан бастаймыз. Құрметті ағайын, құрметті тойшыл қауым, Қанжабек көкем сіздерге шақыру билет жіберген кезде менің құрметті қонақтарымды жіберді ағайын. Менің шулайтын қонақтарымды жіберген жоқ. Бірақ кішкене сабыр сақтайық. Әулетіміздің үлкендері тілек айтып жатыр. Бірақ сіздер естіп мүмкіндік бермей жатсыздар. Бірақ тойымыздың басы ағайын, кішкене сабыр сақтаймыз. Тыңдалмаған сөз жетім деген. Қаншама ақтектер айтылады. Кішкене сабыр сақтайық ағайын. Тілек тыңдайық. Мына ағайын туғандардың артынан адресатымыз бар. Осының ішінде барлық жақсы сөздер айтылған. Енді оның бәрін оқып беріп уақыт алмайық. Қазір мен енді Қызылорда қаласынан келіп отқан жеңгеміз, Қанжардың жеңгесі, Көлдәрі жеңгемізге бір сөз берейік. Құрметті қауым, Қанжабек айналайын. Бүгін осы той пайғамбарымызға келіп жатсын. Ай болғаны деген оң болсын дегенде бақытты болыңдар. Мына келін екеуіңдердің ағайын туғандармен бірге өмір сүре беріңдер, бақытты болыңдар. Енді мына өзіміздің Күзгәрдағы әжеміз Саданың шамасы сізге подаркасы бар. Көмектеп отырған соны қабылдады.
Жүрекке жақындап қалған бауырларымызға құттықтар болсын. Жүндерің сау болсын. Ya to'yshi qavm qandarni bo'lsin, merekalar qutlug' bo'lsin. Qandaringiz to'g'ri bo'lsin. Emgakka alda bo'lsin. Sizlarga qalqanlarimiz qo'shilamizmi? Rahmat. Өмір бақи осылай қосылып жүріңіздер. Араларыңыз ажырамасын. Көрген билетimiz осылай той болсын. Құдай қаласа, шөберенің тойында дәл осылай тұруды Аллах тағала нәсіп етсін сіздерге. Ал, келгенде жақындап тұрайық. Естелік фото суретке түсіп аламыз. О, енді шулаңдар болады енді. Тілек айтқан кезде кішкене сабыр сақтаймыз. Және де осы әулетіміздің атынан осы жердегі барша ақсақал аталарымызға, ақжаулықты аналарымызға керемет сый-сияпат. Сіздерге де осындай той жұмысты болсын деген ниетпенен міне осы жердегі көкелерімізге жасыл шапан кигені жасарып жүрсін дегені, қара шапан кигені қартаймай жүрсін дегені, қызыл шапан кигені қызығы көп болсын дегені, цветке орай береміз ғой міне. Бақытты болыңыздар. О, міне әулетіміздің үлкендеріне шапан, ақсақалдарымызға қуаныш құтты болсын, тойларыңыз той болсын. Ал, суретке түсіп болса, ақ шапан кигені ақылшы болсын деп жүрсін дегені. Міне, ақсақалды аталарымызға әулетіміздің атынан сый-сияпат. Қартаймаңыздар, қуаныштарыңыз көп болсын. Ал, бісміллә, міне, о, Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би. 3 биіміз. Жетес би атағында. О, міне, аналарымызға керемет. Абайға ма қалай да? О, міне. Сіздерге де сондай. Керемет әулетіміздің атынан сый-сияпат қабыл алыңыздар. Келген иманды қонақтарға жұмысты болсын деген ниетпенен. О, міне көкелер деген бір-бір елдің биі болды ұстарғанда. Ал, міне бүгінгі әкеміз бен анамыздың жиған тергеннің барлығы қуанышқа, тойға шашылады. Тағылым, келіңіздер, жаймын. Келіңіздер, тез етейік. İşte öyle. Нешеде абай барыстарды. Құтты болсын. Ал, көке, шешпей, сөйлікке түсіңіз. Міне, осындай біздің ақсақалды аталарымыз аман болыңыздар. Тек қуаныш болсын отбасыларыңызда, той болсын, береке болсын, береке болсын. Ал, қараймыз. Естелік сөйлікке түсіп алайық. Құтты болсын, оң болсын. Ал, жайғасайық, орналасайық. Барша әулетіміздің үлкендері ақ тілек ақ батасын берді. Баршамыз жайғасамыз. Енді болса, Үзілім мейрамханасының асханасына дайын болған үлкен ас етімізде дайын болды. Үлкендерге бас барат, қалғандарыңызға ас барат. Үлкен ас, ет.
Айдар батасын берді. Алдарыңызға ыстық тағам қартқа жатар. Оған дейін біздің керемет әнші қайық ағайын. Ортамыздағы бүгінгі Қазалы қаласының керемет той ұйымдастыру орталығы әр шаңыраққа той дейтін Айнұр шоу ансамблінің жетекшілері Айнұр мен Мағжанды ортаға шақырайық. Баршаларыңызға той құтты болсын. Ал! Жаңа салынған көктемнің гүліндейсің ау, піскен алма жайсаңнан күлімдейсің. Күлше берген баладан алдай көзің, бер жаның мен әншейін күлімдейсің. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Ләтипаның қолында нөмір жүріп, бозбалалар қарайдай көзім сүрді. Бір ауыз сөз естімей жүрсің ағай, кете алмадың өзіңнен күдірсің. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Ағашан ләтипа, майдан ләтипа, бір қиял бір зиян деген ләтипа. Бір қиял бір зиян деген ләтипа. Қолсағар қошеметтейміз. Айнұр ханым және Мағжан мырзаға. Рахмет. Балдарымыз алайықшы ағайын. Балдарымыз ұстап отырайық. Қазір ортада бишілер би билейді. Аяғы тиіп кетпесін. Ортада жүрген балдарымызды барлығын алайық. Балдарымызды қасымызға ұстап отырайық. Енді керемет әндер шырқалды. Ары қарай бүгінгі кешімізді керемет бимен жалғастырамыз ағайын. Ортамыздағы Айнұр шоу ансамблінің сұлу сымбатты қыздары ортада қызғу биіменен қарсы алайық ағайын. Ал, қол соғайық, қошеметтейік. Баршаларыңызға ас болсын. Бұл не деген ізгі күн, ата салдым жаңғырып, бастауға қызғу. Шіркін аруды қуып жеріп сүйеме, әлде қапшасына қалып қойып келеме. Алқалы жұрт мәкел бол, еңсердіге ананың, осалыны қуып жетіп жарым болалым. Қызылды сайрағанда күшсің ау жігітім, байқабайда жолдары үзілмесін үмітім.
оянсам біле. Қанжары көке байды? Қанжары көке? Қанжары көке? Қанжар көке деп айта беріңізші болғанша. Қанжар көке? Қанжар! Гүлнар апа келіңізші. Келіңізші көке, берме қарай, жақындайық. Бірақ енді, құрметті ағайын, барша халықтың басын қосып той жасап отырып қой, Құдайға шүкір. Енді бүгінгі қуанышта сіздер үшін жайылған дастархан басы 15 дастархан басы жайылды ағайын. Осы 15 дастархан басында қай стол көңілді отырады, сол столға 5000 теңге ақшалай сыйлық бар ағайын. Бүгінгі Жақайым елінде болып жатқан ұланасыр тойда Қанжарбек көкеміздің мерейлі 63 жасында қай стол көңілді? Қай стол? Қай стол? Бізге ұлақ тұра жоқ ма? Шапалақтарыңыз. Қанжарбек көке қарап тұрмыз. Сіздің қуанышыңызда қай стол көңілді екен өзіңіз табасыз. 5000 теңге ақшалай сыйлықты ұсынамыз. Енді бүгінгі Қанжарбек көкемді сыйлап келген мейманды қонақ орнынан тұрып шапалақ соғады. Бүгінгі ерекше туылған күнде Қанжарбек көкеміздің 63 жас мерейлі тойында көке қарап тұрыңыз. Қай стол көңілді? Қай стол? Ерекше шапалақ соққан қонақтарға 5000 теңге. Қай стол? Қайсыл құдалар, міне келісіп алған емес 5000 теңге ақшалай сыйлық құдаларға бұйырды ағайын. Ортаға шақырайық, құдаша болса ортаға билеп келсін. Құдағиымыз болса билеп келсін. Ал келіңіз. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Жанар. Настроение болмай тұр ғой, нормально ма? Бүгінгі тойға келген құда-құдағиларға 1000 алғыс ағайын. Бүгінгі тойымызды көтерді осы кісілер сияқты. Енді сізге 5000 теңге ақшалай сыйлық. Абай бар ма? Берсейші. Бүгін папасының туған күні ағайын. Қол соғайық, қошеметтейміз. Құдаларға 5000 теңге ақшалай сыйлық Абай ағамның атынан құтты болсын. Рахмет. Рахмет. 5000 теңге бермесе құшақтамайсың ба, не сонда? Рахмет, әде келіңіз. Неше стол отырсыңдар? Неше стол отырсыңдар? Бір стол ма? Бір столда отырсың. 420 теңгені келіп бөліп бермеді. Қол соғып қояйық, қошеметтейік ағайын. Енді ана жерде ең қымбат сыйлықтар бар ағайын, сіздер үшін алынған. Қазір ортада керемет теңеу айтқан қонақтарымызға керемет подаркаларымызды ұсынамыз. Көке келші көрмей қарай. Қанжар көке? Ақкөңіл жандар ғой, әрқайсы жағдайын біліп жатыр. Енді той жасаған адам міндетті түрде уайымдайды ағайын. Шақырған қонағым келе ма, дастархан басына сыя ма, қаншадан алып келеді. Барлығы бүгін уайымдан алып тастаймыз. Үйленгеніңізде неше жыл болды? Ұмытып қалыппыз, неше жыл? 40 жыл болған ағайын міне. Құдай қаласа, көкем мен тәтем 25 жыл бірге болып, күміс тойын тойлады. Құдай қаласа 50 жыл бірге болып, алтын тойларыңыз тойлаңыздар. 75 жыл бірге болып, Гауһар тойын тойласын дегенде бір қол соғып қояйық. Бейдей, қаншама халыққа сіздер сыйлап келіп тұр ғой, дұрыс па деді. Енді қосынасып тұрыңыздаршы. Бұрын соңында қашан қосынасып етіңіздер? Міне әдемі. Міне алдыңға арба қалай жүрсе,
соңғы арба солай жүреді деген. Міне ар жақтан немерелеріңіз қарап тұр, балдарыңыз көріп тұр. Міне қандай бақытты әже мен ата деп ол кісілерді айтып жатыр да. Енді қаншама халық келді сіздер үшін. Енді қазір мына жақтан музыка қосылады. Қолдарыңызды бұлғап ортадан байланып беріңіздер. Көздеріңізді көрінген ең құрметті қадірлі қонақ болса, ортаға билеп шақырамын, подарка беремін. Келістік па? Ал кеттік ағайын, алдарыңызда бүгінгі той күні. Міне, бүгінгі тойлардың көңіл күйі қандай болса, келген мейманды қонақтарымыздың көңіл күйі сондай болады. Міне, аралап жүрдіңіздер ғой, иә? Қайсы той көзіңізге түсті? Қаликен. Сізде ағамыздың коллективі. Ағамыздың күйеуімнің коллективі десеңші, ағамның коллективі. Ұжымдастардан бір апа билеп берші, жоғалдан апа келіңізші. Қазір апамын айтып атқан ғой. Айқор. Асын бір тегім айқор. Мына ұжымдастарға керемет сый апат ағайын. Әулетіміздің атынан сыйлық құтты болсын. Рахмет апа. Машық болсын апа. Дафеті, үш айласыма отырғыз, үшеуін пайдаланды. Алма кезек. Келіңіздер, мазаққа шақырайық. Бүк әншілі кеп тұрыңыздар. Енді рахмет. Енді көке сіздің қуанышыңызға ең алыстан келген қонақ кім? Кім? Аяқтан келді ол кісі? Астана. Және мен естідім жаңа. Бір шудан келген бір қонақ бар екен ғой? Қақта. Шудан келген қонағымыз. Келіңізші әке ортаға беріп келіңіз. Апа көйлегін шынтыген. Екі көйлек киіп аласың ба? Шудан келген қонағымызға сый-сияпат апайын. Қоздалай. Апа сізге тифа істемейді ма? Ойна осына ба. Үшті тойды аман есен бітіріп, үйге барып осы тифамен шай ішіп отырмыз бүгінгі тойды еске алып. Құтты болсын. Рахмет. Бүгінгі мейрамханаға сағат нешеде шақырдық? 7-ге. Нешеде бастадық? 8-де. Ең бірінші келген кім осы мейрамханаға? Апасы отыра беріңіз болды жүр. Тифа беріп қой, кесесін дер жіберейін ба? Кешеді, ең бірінші келген кім? Өзің кешіп көрді ма? Кім? Міне. Апам ең бірінші келді, шудан келген апам, шудан келген мен апамды көрдім, бана кісілерді көрдім. Міне, қол соғай қошеметтейміз. Ей, жанарым. Осы кісілердің батасының арасында ма осылай жүргеніміз? Сосын ресторанға ең соңғы келген адам не көрсін дейін? Кім? Бергін. Кел.
есіміңіз? Әйгерім. Кім баламыз? Панамиктің достары. Нешіне келдік? Естемесің осы уақытқа дейін. Міне, қазақты дана ғой негізі. Ең әлемдегі сұлу әйел аяқ ауыр әйел деген. Дұрыс па? Міне, аман есен жаныңыз бассын. Ауырыңызға басыңыз. Уақыт кетті ма жақты ғой, Мына жерде скорый шақырып бір шығып отырмайды. Ал, подарок берші жаңа кісіге. Бірақ ертең радокқа пайдаланатын бір подарок берші. Радокқа пайдаланатын. Міне. Ал сонда, Панамиктің достары. Құтты болсын. Осы өтін қағын ұқсап жүгіріп жүрмейді. Не қайдасы? Ал енді, мына керемет ақ тілектер бар ағайын. Қазір соның барлығын бүгінгі тойымыз өз уақытында 1 сағат артта келе жатырмыз. Қазір мен ортаға 30 адам шақырсам, соның 2-3-еуі сөйлесе, қалғаны қосылып билесе. Бүгінгі тойда керемет әндер бар, билер бар, ойындар бар, баршасына үлгеруіміз керек. Енді ортаға жалпы айтқан кезде жігіттің 3 жұрты болады. Төресі соның нағашы деген. Түп нағашым түбірім, өз нағашым өмірім деген қазақпыз. Ортамызда бүгінгі тілектерді қосып берейік ағайын. Жиеннің назары қатты деген. Түп нағашылармен өз нағашыларымызды ортаға шақырайық, жиен бөлелерді бөлек шақырамыз. Ал келіңіздер, нағашылар, түп нағашы, өз нағашыларымыз. Біздің түп нағашыларымыз, өз нағашыларымыз барлығы келді ғой, қуаныштарыңыз құтты болсын, тойларыңыз той боласын. Ал, бісміллә. Түп нағашы боламыз. Қанжардың өзі нағайын сөйледі мен, туған жиені. Ал құрметті тойшы қауым. Қанжар, мына қарайсың мына пенсияға шық. Жұмысын ауырын депода 41 жұмыс істеп қызмет етеді. Алла қалатса осы пенсияға шығып, зейнет ақысын, зейнет несін көрейін деп жатыр. Ал енді не дейміз Қанжар? Жасыма жас қос. Жасыма жас қос айналайын. Бұлар екеуін кетсін, тең көріп, мына балдарын, көрген балдарын рахатын көре бер. Дендерің сау болсын, аманшылық болсын аруақта. Алланың Қанжар санау, берген жасын жасайды. Әр уақыт тойда екеуін бірге жүре беріңіз. Армысыңдар ағайын. Осынау дүбірлі тойға ізгі ниетпен, игі тілекпен келген барша қауым Алла тілек ниеттеріңді қабыл етсін. Бүгін енді осындай дағрадай мейрамханада басымызды қауыштырып жатқан себеп болғанына Қанжарбек жиеніміздің зейнет тойын құтты болсын. Алла 40 жылғы істеген еңбегінің ендігі жерде зейнетін көруге, қызығын көруге, рахатын көруге нәсіп етсін. Алла ендігі жерде көрген қызығынан көрер қызығын көп болсын. Мына осы көрінген немерелерін шөбереге жеткізіп, шөберелерін шөпшектің қолынан су ішуге нәсіп етсін. Алла әрдайым жақсылықта, қуанышта, осындай ағайынның ортасында туған күнімді тойлауға нәсіп етсін. Мынадай тілек бар. 60-тан алқынбай өт, 70-те желдей есіп, 80-те селкілдемей, 90-ға тоқтамай 100-ге жетіңіз. Сізді 100-ге келтірсе, 100 келген қартыға елге сәлем бергізсе, бұл бір ғанибет емес пе дейді.
Әрине жүзге келу де оңай емес. Ол үшін біріншіден мықты денсаулық керек. Екіншіден сол денсаулықты күйттейтін, қысылғанда демейтін, сүрінгенде сүйетін, жанында қосағың болғаны абзал. Алла осы екеуін саған нәсіп етсін. Ал енді келген қауым, мына келген ниеттер қабыл болсын. Алла басымызды осындай жақсы жерде, жақсы күнде, жақсы көңіл күйде қауыштыруға нәсіп етсін. Той баршамызға жұғысты болып, құтты болсын. Mına şapılgan kutlu olsun kardeşim. Pinçada осы күне береді. Bütün azamattардың ортамызда басшы болып, әрқашан жүре береді. Көрінген балдарын қызын көріп, Құдайға шүкір, немере көріп, шөбере көріп, шөпшек көріп, аман есен ортамызда жүре беріп, ақсақал болып. Апам деген мақсат нағасымызға солай сөйлеп Алтын жағынан бұрышқауып көзіндейін. Ал қанжар мына 60 пайғамбар жасына дейін бақытты құтты болсын. Бұлар екеуі бақытты баян өмір сүріңдер. Мына балдарының қызы үйлеріңдер. Жаңа бақытты болыңдар. Өгерлі болыңдар, жіберлі болыңдар. Алла құттықтарыңды берсін. Тойдан тойға өстіп жүре беріңдер. Немерелік көрдіңдер ме? Шөберелерге жастық алып. Ал бақытты баян семья болың. Рахмет, қалғандарымыз. Мына керемет сый-сияпатымыз бар, табыстайық соны. Келіңіз апа, бір ауыз тілекпен. Алдына қанжар, той құтты болсын. Бейнетіңнің зейнетін көрін. Сіңілімізге жең отырып, өстіріп атқан балдардың қыздардың немерелерінің қызығын көріп. Тойын тойға аласың. Ал мына менің семьям атынан күйеу балама алтын перчаткам бар. Рахмет. Күйеу баласына алтын перчатка ағайын. Кезінде тойдан ақ берген шығар перчаткаға, Енді мына әулетіміздің атынан нағашыларға керемет сый-сияпатымыз бар. Мына мейманды қонақтарымызға осындай той жұғысты болсын деп әулетіміздің атынан сый-сияпат. Көтеріп қойыңыз қауыз өздері. 61-лер бар, 65-лер бар, барлығын көрсін. Қол соғып қошеметтейміз. Анамызға керемет. Орамал той болмай жол болады деген ғой. Әрқашан қуаныш құтты болсын. Ал келіңіздер, нағашылар қауымы естелік фото суретке түсіп алайық. Анам суретке түсейік. Ақтары шейін. Келіңіздер. Жиындер ем шығады. Жиын бөлек бар. Болып отыр. Şu şarkısına fotoğraf mesela. Ya şarkı var da dedi. Mesela onlara bileyim de. Al kendinize istedik foto suret geçip alayım. Sadece dikkat istedim. Rahmet o seyirde nağızlara kelimet ahtiyegi oldu.
үлкен аналарымыз сөйледі, әкелеріміз сөйледі. Енді сіздер үшін керемет ән, ортаға баршаларымыз биге шығайық. Міне жиендер бар, бөрелер бар, ұжымдастар бар, нағашылар, 61-65-тер, рахмет, 61-65-тер бар. Іштеріңе біресе барған шығар, ортаға шығып билейік бәріміз. Ал кеттік сіздің құрметтеріңізге, баршамыз ортаға биге. Абай үлкен достары, паралетті достары, биге шығайық. Mına alınған сый-сапаттар бар ағайын, соларды үйлестірейік. Бүгінгі міне әкемізбен анамыздың қуанышынан келген иманды қонақтар сыйлықпен қайтсын деп тілейміз ағайын. Сыртта жүрген қонақтарды баршасы ішке қарай шақырайық. Келіңіздер ағайын. Енді құрметті ағайын бір керемет ән болсын. Үшелегі барша ақжаулықты аналарымыздың құрметіне ән ағайын. Осы әнді қосылып отқан қонақтарымызға керемет сыйлық бар ағайын. Баршаңызды әнге шақырайық. Шет жүрсем сағынарым, сағынсаң шағырарым. Anlaşım gözümsün tarafılarım. Anlaşım şalgım gülsün, aldımda uzak жүрсün. Yüreğim жыртылғайда, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыртылғайда, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзің деймін, жандауа сөзің деймін. Анашым сен ойласаң, көз ілмеймін.
қарғаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қарғаймайды. Анасы бар адамдар Гүлсім тәтем ешқашан қартаймайды ағайын. Өйткені оның сұлу қыздары, нағыз ержігіт азамат ұлдары, келіндері, немерелер бар ағайын. Қол соғып қоя қошеметтейміз, аналар аман болыңыздар. Рахмет. Енді ортамызда айтып өттім ғой, керемет әнге қосылып отқан қонақтарға керемет сыйлығымыз бар деп. Келші апа ортаға қарай шақырайық. 61-лер ма? 62 ма? Расында! Падышы қайда? Көбек шоғар, Алиш көбек шоғар деп қой. Қол соқпай қошеметтейміз 62-ді. Қошемет болсын сіздерге. Қол соқпай қошеметтейміз. Рахмет. Енді қазір сый-сияпаттар өте көп ағайын. Енді ортамызда керемет подаркалар бар, соны үйлестірейік. Бұл жерде ешқандай ойынның қиындығы жоқ ағайын. Қазір орнымызда отырамыз, мына жақтан әндер қосылады, қандай ән екенін табасыз, ортаға билеп келесіз, қайырмасын айтып бересіз, болды. Сосын сіздер үшін алған керемет сый-сияпаттардың есін анықтайтын боламыз. Ал, кет, бірінші әуенді тыңдайық, қол көтерейік, жан-жақтан жамырамаймыз. Кеттік ал. Келіңіз апа, қуаншылықты болсын апа. Есіміңіз? Зәуреш ханым. Кім боламыз? Гүлнардың апасы. Апасы, бауыры. Қазақта жақсы сөз бар, ат жауырға, адам бауырға шыдамайды деген. Міне бауырының қуанышын арнайы көтеріп келіп тұрған тәтеме бір қол соғып қояйық ағайын. Рахмет. Қандай ән? Ақ сәулем. Мен десем? Жақсы, мен емес енесті. Жақсы әнің болайын, сәулем. Мен десем, жақсы әнің болайын. Молодец, қол соғайық қошеметтейміз. Рахмет. Мына балаларды алмасындағы бір өңмен қамап, ұйқылап өсіптеймді. Ұстау өңмен қалдарыңызға. Ал, керемет сый-сияпат. Апамызға қол соғайық қошеметтейміз. Кет, келесі әуен тыңдаймыз. Қандай, келесі орда. Көкемді бір үш жігін бір жай қамалса бүгін бұзан шөген жоқсыздар ма? Ама не деген мен ана қызым. Қол соғайық қошеметтейміз, 61-лер. Қандай ән? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманың қалайдың бағыма бағаймын. Мен сені айтайшы. Мен сені сүйемін, мен сені. Молодец, қол соғайық қошеметтейміз. Рахмет. Екі тұраны көкеме беріп қойшы, ана шамы қайдалансын. Кептерін жерледі бар шамыз көкеме. Ал, кет жалғастырайық. Қандай? Ой, молодец, келіңіз ортаға. Қол соғайық қошеметтейміз. Билишти ортаға шық. Келіңіз. Музыка қош, билейді. Қай жақтан келіп тұрмыз?
Келіңсің ба? Бәлесің апсыз болып жүрді қой. Келінге қол соқ қояйық ағайын. Қош келдіңіз қайда? Рахмет. Есіміңіз? Алтанат. Қандай ән? Шудың бойында деп жүрміз екен. Сенің бәрі айтсайшы бәрі ойында. үміт іздедім От болып күйгенім. Білең үйленен билік күнде шақырасың ба? Есіміңіз? Мейрамбек көке. Кім боламыз? Қанжар аға інісі. Інісі. Қандай ән? Отыздан асты. Айтайық. Соқтанып тұрып жанарың, үзіңе неге қарадың, солай да солай қарадым, отыздан асып барам. Молодец көке. Қол соғай қойшы мен шаршадым, бір телді қойыңдаршы өтініш. Білең женский фотокамерасы ма? Қол соғай қойшы мен дейін. Молодец. Темекі күлі заманды бар ғой? Ал, кет, жалғастырайық. Айтсаңшы? Кім айтып жатыр? Қайда? Келші, ойбай, мына кісі қырғыз қарап жатыр. Келші. Апамның сөйлесіп өзі бейбіл қапты ғой жүр. Есіміңіз? Мөлдір. Мөлдір. Кім боламыз? Бөлесі. Бөлесі. Қандай ән? Сен барсың бұл күнде. Сен барсың тек менде өтік айтпа. Сен барсың бұл тек менде. Сен барсың тек менде. Келмейтін көктем шектеуде. Көңілім көктемде. Күз болып менде. Көкірегім дұрыстап айтсам бүткіз өзіме қайта-қайта барасың. Сен барсың менде, келмейді шектеуде. Көңілім күз болып. Ну ладно. Пана қақта. Қол соғай қошеметтейміз. Жиен бөлелер, молодец! Эй! Қандай ән? Музыка. Рахмет, Алла разы болсын. Мына жерден бөпе біреуін таңдап алыңыз. Балар 10.800-ден бөгет. Балар 3,5-нан беріп алдым. Үкіме дей берем бе? 10.800. Мына берейінсің, мынау ресторандығы. Көкеме терміз берейін. Әрқашан шайыңыз ыстық болсын, көке. Қол соқ бе! Рахмет. Ал, жақсы берейін. Қандай? Жүр. Қандай ән? Жаңа тамыз, жүрсең жолда
Bak işte tamaka toyuyor. Ne olsunlar o vergen beni. Al git. Bırılın. Görüşme. Nay nay nay. Nay 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 nay. Çaş nay 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 nay. Şarma pakirge sonra sakıraya. Görüşme. Toy günü öldürüp sıkıştı. Ne isminiz? Gözet Hanım. Көршілер. Көрші ақысы таңыр ақысы деген ағай. Міне алыстағы ағайынан жақындағы көршінің артық деген дұрыс па? Міне ағайын тума туыстан ең бірінші жағдайын сұрап келетін көршілер, үйінде қандай мәселе болса да ең бірінші келетін көршілер, балтырын сыздағанда скорыйдан бұрын келетін көршілер ғой жағдайын сұрайтын. Қандай ән? Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдым. Бірден бітіріп салам өлеңде бар. Аяқ өзім қадірім, алшысында сағындым. Бұл жалғанда мен сені айнымайтын бағымын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдым. Молодец! Қол соғай! Al git. Bir ән. Ой, молодец, келіңіз апа. Есіміңіз кім апа? Олжена. Олжена ханым. Алпыстар ма? Той құтты болсын, алпыстар. Қандай ән? Алтыным, ай алтыным. Алтын ай ғой апа, алтын. Алтын ай, арман ай, бәрі де Алғыз жалған. Орма деген. Қосырмай қошы бітейміз алпыс бесте. Рахмет апа, құтты болсын қуаныштарыңыз. Бар ма бұл жерде? Сіздер? Кет, бірақ сіздерге бір қош жүрміз, содан кейін ойындарымыз жалғастыратын боламыз. Кеңесі орта, қол соға қош жүрміз. Магазинге адам соны билікпеңізші апа. Музыка, қош жүрміз. Рахмет, есіміңіз? Жаңагүл ханым, кім боламыз? Атын кейін біліп қойсын. Кім? Сөйтіп өтсеңші, қарындасы. Қандай ән? Өзіңмен алыстым. Жайнаған гүл. Ой, біз тоғыздар. Достар, жаралған намыстар. Қаһарман халық. Бірге тойлап, Көзбен алдаған жастарым. Достар, жүрсін қайда. еске алысып. Молодец, қол соғайық. Қарындасы. Рахмет. Ләнетіне қосып өте береді деген сәлем, молодец. Жаралған намыстан осылап қана оқышты. Рахмет, енді құрметті ағай, қазір президентіміз бар. Уақытында тарататын боламыз. Бүгінгі тойға шыны керек ерекше қошеметпен, ерекше дайындықпен келіп отырған біздің ортамызда жиенің назары атты деген көке. Бөлемісің, бөлені көре тұра, бөлемісің деген қазақпыз. Бүгінгі көкемнің қуанышына арнайы өздерінің сюрпризерімен келіп отырған жиен бөлелердің араларын ажыратпай, ортаға шақырайық. Билік керек, жиендер! Шашамайсың жездеге, қамына достың жайын ойлашамайсың, шашамайсың жездеге.
Sürekli biri çürüyeyim mi böyle? Gelizde. Ana 60 devrini paylaştırmış 36 geldi. Bugün jasatında şarabı. Öyle. Solay istedim. Dursun. 16 var ana bugün. Solay 16 olsunlarınızı. Anama bir 25 dakika bir günde bir kişi olabilir. Baş kutu olsun жиын bölüleri. Bu kişilerden жиын bölülerinin ayırmaçlığı үлкендері сөйлейді, қалғандары қосылады, ya? Bir үйден bir adam söylesin. Rahmet. Екі адам сөйлейді, қалғанымыз қосылады. Құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Біздің бүгінгі аппақ болған ақ жездеміздің 60 жасы. Өте керемет жезде бізге. Ондай жезде ешкімде жоқ. Ешкімде жоқ, жалғыз бізде ғана бар. Абай мен Пашкөннің бөлелерінде ғана бар. Жаным сол. Апам екеуің бірге қартайыңыздар. Өте керемет бақытты әулетсіздер. Бала-шағаларыңызбен бақытты ғұмыр кешіңіздер. Екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар. Не дейін, сіздерді әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Енді сізге қандай сөз айтсам да жарасады. Мен бірінші күнде Қанжарға күйеуге шыққан кезде өзімше болып Қанжарды менсінбейтін едім. Өзім кішкентай болса да мен қап-қара жігітке тиіп алып, мына жігіттің деген вообще сыйқы жоқ. Қалай тигенсің дейтін едім. Артында бұл кезде отырған соған өзім кішкентай болсам да Қанжарды менсінбеймін, артында келе жатам да қақиып қалған мынадай да жігіт тауып алады екен ғой адам дейтін. Бірақ керемет жігіт екен. Жездеміз мың жасаңыз, бала-шағаңызбен немерелеріңіз көп болсын, шебер өсеңіз, апам екеуіміз бірге қартайыңыздар. Біздің Гүлнар тәтеміздің ағашымыз ғой енді өзіміздің. Біздің анамыздың сіңілісі осы жердегі бәріміздің де аналарымыздың, бөлелердің сіңілісі біздің жиен ғой енді. Абай жағынан айтып отқан, Абай мен Пашкөн жағынан. Керемет тәте, керемет нағашы апа бізге жол көрсететін, үйді қалай сыпыруды үйреткен, ыдыс-аяқты қалай жууды үйреткен. Бүкіл тәрбиені осы кісіден алдық біз. Сізге сондықтан басымызды иіп, рахметімізді айтамыз. Бізді бәрімізді жақсы, күшті қыз қылып өсіріп, сондай жақсы келінбіз біз қазір сіздің ізіңізбен. Рахмет айтамын. Тек қана бақытты болыңыздар. Біздің осы жиендердің атынан Қанжар жездемізге жақсы шапанымыз бар, тәтемізге жақсы абайкымыз бар. Бәрі құтты болсын. Гүлнар тәте, сіңілдеріңіз, інілеріңіз бар. Астанадан бәрі қосылып осы шапанмен етіп біздің неміздей көріп кисін деп, қосылсын деп, ешқандай ешкімге подарки берілмесіндер. Ертең келгенде көреміздер. Жақсылықтарыңызға тиіңіздер. Мынау біздің бүкіл Абай мен Пашкөннің бөлелерінің атынан бір жылға. Жақсы жезде әкеңдей деген ғой мен. Құдайға шүкір, жаңа айтып жатыр екен. О, мынандай да жігіт бола ма қап-қара деп. Жақсы өзі бүгін сап деді ғой. Кам, келіңіздер.
Assalamualaikum Tosh qavm. Qariki 60 жасыңыз құтты болсын. 7 жасыңыз деніңіз сау болсын. Әрқашанда өстіп күнде ойнап жүре беріңіз. Отбасыңызда тек қуанышты той бола берсін. Үйлеріңіздің қызығын көріп әрдайым шүйіресеңіз. Апам екеуіңіз бір жаста қартайып әже болыңыздар, ата болыңыздар. Тек қуанышты той бола берсін. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған қауым. Мен Қанжар ағаның нағашы апасының баласымын. Дүрия деген әжеміздің дүниеге келген баласымын. Қанжар аға кеше тойларыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бізді қандай адамның еңізді айтып жатыр. Бағаны көзім көріп жүр. Осы ақылдаған күйімізде ақылдаған шал болып өткен басында осылай көрінген немерелеріміздің қызығын көріп, шөберек сүйіңіз, төсек сүйіңіз, деніңіз сау болып отбасыңыз аман болсын. Тойға біздің бөлелерін сөйлесін. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Нағашеке, зейнет жасыңыз құтты болсын. Алла абыройыңызды арттыра берсін. Алла көтерген абырой ешқашан түспейді. Бала-шағаңыздың ортасында көз қуанышы болып, немерелеріңізді бағып жүре беріңіз. Шөбере шөпшек сүйіңіз. Бізден ерген балалар, сізден ерген балалар орталарының ықыластары, ыстықтары арта берсін. Туысқандарымыз арта берсін. Осылай тойға әрдайым келіп тұрайық. Амин. Өзіміздің атымыздан той жасаймыз ғой. Алла. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Мына бүгін үлкен сарайда нағашымның зейнетке шығып жатқан күні құтты болсын. Бақытты болыңыздар. Балдарыңыздың атын көріңіздер. Бұл маңы жүре алмайды ғой, жас болсын. Құтты болсын, оң болсын. Әрдайым биіктен көре беріңіздер. Отбасыны айтылған барлық еңбекті қосқан бақытты болыңыздар. Рахмет. Енді бүгінгі тойымыздың басында күшті болып, сонау батыс қаласы Ақтөбеден келіп, арнайы қонжық болып келген Амангүл тәтеміз ортаға шақырып, кеңес тәтем. Басыңыз құтты болсын. Сізге көп рахмет. Мына әулетіміздің атынан керемет сый сияпат және бір-бір ауыз тілейміз. Арпақ болған менің ақ жүзем, арпақ болған ақ тәтем. Ал бүгінгі келген жасың құтты болсын, Жүзіқан. Жасыңа жас қосылсын. Аман есен, қаншама халық жете алмай жатқан зейнетке жетіп барсын. Зейнетің бар. Әрмен қарай балдарының қызығын тең отырып, апақ тәтемге екеуін бірге көре беріңдер. Жақсылыққа тойда осы ісін шаңырақта жақсы күндерде кездесейік. Рахмет көп тәтем. Ағаларымыз, қосамыз ба? Біргеміз ба? Өмір бақи осылай қосылып жүрдер. Араларыңыз ажырамас келіңіз көке, суретке түсіп алайық. Рахмет. Көке, шапаты қаншама жыл алып келіп киіп түстеңізші. Ал. Алып үшті 36 қыңдар деп еді жағын. Міне. Ақтөбеге отчет жіберіп жатыр. Қазір Ақтөбеден келе алмаған қонақтарыма баламанбек ән қосамын. Сіздердің құрметтеріңізге керемет ән шашу, ортаға барсаңыз неге шығайық ағайын. Ал кеттік, жиынбүлінер, ағайын туға туыс, туысқан туыстер, достар, биге! Thank you.
қалыппыз бәріміз. Молодец, на. 61-лер, 65-лер. Мына бүгінгі жиендер, көнелер, нағашылар, ұжымдастар, құдаларымыз, әулетіміздің үлкендері, Абай ағам достары, Панабектің достары баршасына мың алғыс тағайын. Келіңіздер, жайғасып алайық. Ал енді мына керемет биіміздің атын биімен жалғастырайық. Керемет би болсын ортада. Ортамызға Айнұр Шоу би ансамблінің сұлу сымбатты қыздарын ортаға қарай шақырамыз. Балдарымызды алайық. Ал, қол соғайық, қошеметтейміз. Қара шаңыраққа той дейтін Айнұр Шоу. Керемет ақтіліктер жалғастырайық. Ортамызда осы қадірлі қонағымыз, осы әулеттен бұрыннан қыз алысып қыз беріскен байырғы құдаларымыз бар. Құдасы көкемен құрдасындай, құдағиы гүлдер тәтемен сырласындай, осы әулетке достыққа айналған, мәңгілікке айналған құдағиларды ортаға қарай шақырайық. Ал келіңіздер, әулетіміздің байырғы құдалары.
Міне әулетіміздің құда-құдағилары қуаныштарыңыз құтты болсын. Құрметті құдалар, құдалықтарыңыз мәңгілік болсын деп тілейміз. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал біз бісміллә бастайық. Құрметті тойшылар, бүгін міне бұлардың тойына келіп жатқан тойшылар, адамдарына Қанжар, бұлар билет той құтты болсын. Бұл енді біздің қатарымызға қосылып olsun. Құдай қаласа енді бағана дипадан шығып, кәнпе деген жұмысқа тұрасың. Күндіз немере бағушы деген құтты болсын. Жұмыстың, жаңа жұмыстың. Денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Балдарының қызын көріп olsun ғой енді. Енді Құдай қаласа немере, шөбере, шөпшектерінің қызын көруді, Гүлнар екеуі тең өтіріп көруді Алла нәсіп етсін. Бақыттың назарында, Алланың назарында есенім аманында Алла нәсіп етсін. Балдарының қызын көріп аманшын жүргізуге тектеспен. Бақытты болыңдар, қарындарыңыз болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Өзімді таныстырып өтейін. Мен Сеул деген жерден келіп отырмын. Жақайымның егілдімін. Қанжар бір жағынан құрдасым, менің үстімде кішілігі бар інім. Бәріміз де Жақайым баласымыз. Жаңа Гүлнардың марқұм Айнаш деген апасы бар. Сол кісінің мен құдасымын. Ақбай деген құдамыз болған, екеуі де марқұм болып кетті. Асқар деген біздің баламыз. Енді қанша жасаған көшек, бейнетінің зейнетін көр. Жасы құтты болсын. Гүлнар екеуің тең отырып болса, көрген, көрмейтін балдардың қысымына көрмей жүре беріп келеді. Тойшы, құрметті тойшы қауым, осындай той барлықтарыңызға жұсты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті қонақтар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін, той бәрімізге ортақ, той құтты болсын. Құрметті құда-құдағи, мынау бейнет жасымыз зейнетке шыққан жасымыз құтты болсын. Құдағи екеуміз қатар тұрып, тек қана көрінген немерелеріміздің қызығын көріңіздер. Ары қарай да тек қана үлкен қуанышты күндеріңіз көп болсын. Отбасыларыңызда бірыңғай той болсын. Менің бір түйір қызымның, бір түйір құда-құдағиым, бұл кісілерге сіздердің алдарыңыздан үлкен рахмет, қызындай көріп отқан осы кісілерге үлкен рахметімді білдіремін. Ырзамын сіздерге. Тек қана отбасыларыңызда жақсылықтар бола берсін. Орамын тұнуға жауылат дейді мынағанда шықта біздің өзіміздің әдеміз бар еді, соны берейік табыс етуге алдар дейді. Ал міне құда-құдағилардың атынан керемет сый-сияпат, көкемізге шапан, анамызға Абайға құтты болсын. Қазір тағы бір тілек бар ағай, кішкене сабыр сақтап та іште жауып алайық. Рахмет. Ал құтты болсын. Саламатсыздар ма? Мен Гүлнардың құдашасымын. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, Қанжар. Гүлнар. Тойға баса берсін, Қанжар. Зейнетке шығып жатсын, сендердің нәсілін көр. Денің сау болсын, жасыңа жас бол. Балалардың рахатын көр. Немереден шөбере сүй. Енді базардың бар, мен шапан жаппаймын, шапан кимейсіңдер ғой. Ана, тұлпарың құтты болсын. Тұлпарың ішінде келесі жылы, кеуден жылы болады. Рахмет, міне шудан келген тәтеміз
керемет сый сияпаты және де анамызға ақ орамал және де көкемізге абайға десең. Көке, қазір теріс киіп жатсың ба? Ол теріс қылмайды ғой бұда. Рахмет. Енді осы Құдайға шүкір ғой. Осы сіздердің құрметтеріңізге әулетіміздің атынан керемет сый сияпат бар. Барша келген мейман қонақтарымызға үстеріңізге бір абайғадан бір шапандан кигіземіз. Сосын осы Құдайға шүкір тәрбиелеп өзінің екі баласы айтып өтті ғой, бір түйелі қызымның теңіз апаларға шақырып. Қызыңыздың аты Гүлшаттың мамасы, иә? Сіз Гүлназ, ол Гүлшат. Күшті міне, сіздің үстіңізде керемет. Құтты болсын. Сосын алтын сақинамыз бар. Қол соғып қоя қошеметтейміз. Алтын сақина, құдағина. Астана. Күш па? Астанаға беріп жібергенбіз ана. Сіздің мамаңызға ма? Астанаға Құдағыға керемет сый сияпат тапсырып алдым деп хабар келді ма? Енді бар ма? Келіп, алып кеткен. Алып кеткен бе өзі? Құдағыда пысылген, ә? Құрметті қош қауым, менің екі түйір ұлым бар, көпсінен. Соның екі түйір ұлыма, екі құдағаймен құдам екі түйір қызды маған туып берді. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Екі қыздардың жұмсақ рахатын көріп отырмын. Сол себепті екі құдағайыма екі алтын сақина тағып отырмын. Аумин, рахмет. Апаке құшақтап қойсаңызшы құдағайыңызды. Рахмет. Гүлшат кетіңіз бұда дейін, қызыңыздың аты, ә? Әті, Гүлшат қоя, Гүлшатты қызыңыздай көресіз ба, келініңізде көресіз ба? Екеуін де қызындай көр. Күй балалары құтты болсын. Рахмет, ал келіңіздер, суретке түсіп алайық. Міне біздің құдағылармен бірге. Гүлшаттың мамасы қарақсы бар. Гүлшаттың мамасы Астанадан келді. Кеше келіп кетті. Тоғызын айтып кетті. Алла разы болсын. Өзі болып тұрған. Ал қараймыз, міне біздің мәңгілікке айналған құдағиларымыз қуаныш құтты болсын. Әрқашан осы көкемнің шаңырағында той деп келіңіздер. Ал бісміллә. Қараймыз. Суретке түсіру бесплатно. Шығару 500 теңге тұрады. Ал құдағылардың құрметі керемет ән. Баршамыз ортаға көңілді биге шығайық. Алған сый сияпаттарыңыз құтты болсын. Ал биге. Сіздердің көмектеріңізге керемет ән, ортаға көңілді биге.